көру мүшесі біздің ағзамыздағы ең сезімтал, ақпараттың 90% алмасатын байланыс құралы ретіндегі сезім мүшесі болып саналады. Енді қазіргі таңда көз аурулары өте белең алуда. Себебі біздің қазіргі гаджет заманы болғандықтан барлық жұмысымыз телефонмен, ноутбукпен байланысты болып кетті. Сондықтан да көзімізге күш түседі. Енді қазіргі таңда ең жиі кездесетін көз ауруларына біз астигматизм, алыстан көрмеушілік, жақыннан көрмеушілік, гидромопия, миопия және де диабет, ретинопатия, катаракта, глаукома дегендер жиі кездеседі. Енді бірақ барлық нәрсенің тек қана бір жағынан болмайды, және екінші тараптан психосоматика деген нәрсе бар, яғни психологиялық жағдайларға байланысты адамда аурулар туындайды. Атақты америкалық жазушы Луис Ахидің айтуы бойынша біздің әрбір сөзіміз, ойлау қабілеттерімізге байланысты жасушалық клеткаларымыз жұмыс жасайды. Яғни егер адамдар бір процесті көруден бас тартады, мысалы маған ұнамайды, мен мынандай нәрсе болған қаламаймын, мен мынандай нәрсе көргім келмейді деген кезде бұл көру мүшесіне бұл күш түседі екен. Яғни оның айтуынша ол айтады, яғни мен кішкентай балаларды көргенде очки таққан үйіндегі бір жайсыздықты сеземін дейді. Яғни олар бір процесті көргісі келмейді, жайсыздық, ұрысу болуы мүмкін, үй жағдайында бір қандай да бір проблемалар болғанда, яғни ешқандай нәрсе дәлелдемейді, сондай нәрсе олар енді түсінбейді ғой. Сол кезде олар оны түзегісі келеді, бірақ олардың қолынан келмейді. Сол кезде ол көру қабілеті нашарлай беретіндігін айтқан. Сондықтан да өзіңізде немесе үйіңізде осындай проблемалар болса, іздеп көріңіз, яғни мен нені көргім келмейді деген, маған қандай жағдай ұнамайды үйде деп, яғни дәл қазір соны қабылдап, яғни ол айту бойынша мен барлығын жақсы көремін, мен айналамды сүйемін деп, мен көруді жақсы көремін, айналамның бәрін жақсы көремін, барлық нәрсе керемет деп өзінің ертеңін жасаған абзал.